Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? Бүгінгі танысатын көркем шығармамыз Ғабит Мүсіреповтің «Ұлпан» романы. Бүгін сіздер «Ұлпан» романының сюжеттік желісі мен композициялық талдауымен танысасыздар, қысқаша мазмұнымен де танысып өтесіздер. Ғабит Мүсірепов 20 ғасырдағы қазақ әдебиетінің аса көрнекті өкілдерінің бірі. Ғабит Мүсірепов артына мол әдеби мұра қалдырды. Сөз зергері атанған Ғабит Мүсіреповтің інжу-маржандай құлпырған көркем шығармалары қазірде оқырмандар жүрегіне жол тауып, ізгілік дәндерін себуде. Ғабит Мүсірепов алмастай өткір алымды сыншы. Шығарманың басты кейіпкері Ұлпан. Өміріне байланысты өрбіген сюжет желісі 20 шақты жылдың ауқымындағы неше түрлі қат-қабат қақтығыс оқиғаларды қамтып, халқымыздың өткен тарихындағы белесті бетбұрыс кезеңді бейнелейді. Оқиға өрісі тарихи шындыққа негізделіп құрылған. Романның негізгі кейіпкерлері өмірде болған адамдар. Автор өз ойында көп жылдар бойы тебіреніс туғызып, өзін қайран етіп келген тағдыры жұмбақ, табиғаты бөлек, төтенше жанның шынайы бейнесін қалпына келтіру үшін бір азғантай ғана атаның, шағын рулы елдің тіршілік тынысын қадағалап, сол арқылы бүкіл халқымыздың белгілі бір кезеңдегі болмысын көркемдік шындық күшімен көз алдымызға елестеді. Жеке адам тағдырын үлкен тарихи жинақтау дәрежесіне көтерді. Оқиға бұдан 1,5 ғасыр бұрын болған делік. Ол қазіргі Қазақстанның қиыр солтүстігінде тіршілік еткен қазақ руларының өмірінен алынған тарихи шындық. Романда далалық Омбы генерал-губернаторлығына қарасты Аманқарағай округінің төбе биі болған Есеней өмірінің соңғы кезеңіне байланысты оқиғалар суреттеледі. Жасында батыр болған, кейін әділде қатал би атанған Есеней жасы 60-ты алқымдап, қартайып келген шағында өзінің жас кезіндегі жауынгер үзеңгілесі, талай жорықтарды бірге өткізген қанды көйлек досы Артықбай батырдың жас қызы Ұлпанға үйленеді де, өзінің бар билігін соған беріп қояды. Беделді бидің атынан билік жүргізген жас әйел жүре келе өзінің әділдігімен, қайырымдылығымен, халықтың қамын ойлап, болашағына көз жібере алған парасатымен еліне өте қадірлі адам болады. Ел анасы деген ардақты атқа ие болады. Артына аңыздай болып Ұлпан ана есімі қалды. Ұлпан сол кездегі соны өмірдің жаңалығын түсіне қабылдап, болашағын дұрыс аңғара білген қайраткер. Ұлпан бейнесі жазушы жүрегінің терең тебіренісінен туған үлкен жүректің мол сезімнен жаралған. Оның барлық мейірі мен махаббатын, қадірі мен құрметін суреткерлік талаптың елегінен өткізіп, кемеліне келтіре жасалған бейне. Романның аяғы Ұлпанның қайғылы халін, қасіретті өлімін суреттеумен аяқталады. Әрине, олай болмасқа шарасы да жоқ еді. Заманнан бұрын туған бірегей адамды ел ардақтағанмен, тұнығын шайқап, алдында кесе көлденең ойқастай бергенді ел билеген болыс билер кешірген жоқ. Ұлпан Сибан жорығында өз қолымен өзінің отын көрсетіп, байдалы биді пайдаланса, әлі де тұғыры мықты болыс билер өз заманының жаңа перісі Торсанды Ұлпанға қарсы пайдаланды. Енді романның сюжеттік желісіне тоқталайық. Есеней діндар адам болғанымен, бір кезде асадуын, озбыр би болатын, орыс шекарасын паналай отыратын Нұралы деген момын елдің барлық жерін тартып алған. Қарғыстан кейін Есенейдің екі ұлы Қарашешектен бір күнде, бір сәттің ішінде бірге өліп кетеді. Балаларын жерлеген күні Есенейдің де денесіне Қарашешек қаптап кетеді. Есеней Нұралы елінің қарғысына ұшырап, ұрпақсыз қалдым деп ойлайды. Артықбай батыр шойырылып қалғаннан кейін Есеней оның көңілін сұрауға барады. Ол үйге ат басын бұрмағанына тура 13 жыл болған.
Есеней сәлем беріп үйге кіріп келгенде 5 жасар қыз бала зәресі ұшып үйден шыға қашқанын, 3 күн бойы өз үйіне кірмей қойғанын есіне алды. Бұдан 13 жыл бұрын көрген Ұлпан әлдеқашан есінен шығып кеткен болатын. Ұлпанды айттырған күйеуі Төленнің баласы Мырзаш деген жігіт алдыңғы жылы бір келіп кеткен. Артықбай қалың малға алған 5 құлынды биені қайырды да өсім дауынан әлі құтыла алған жоқ болатын. Есеней 10 күн ойланса да Ұлпанды күйдіріп жандыратын ештеңе таба алған жоқ. 2 рет Артықбайды шанаға байлап матап отырғызып аңға да шыққан. Есеней еліне қайтқалы жатқан Мүсірепті шақырып алып, Артықбайға құда болатын, Ұлпанға көңілі ауып жүргенін жеткізуді сұрады. Ұлпан Есенейдің көз алмай қарайтынын білетін. Мүсірептің бұл хабарынан соң Ұлпан түсініксіз күлкімен күледі. Өзінің арзанға түспейтін қыз екенін Есенейге айтуды есіне салады. Ұлпан Есенейге өз талаптарын қойды. Ондағы талабы мынандай болатын: үлкен үйге кіріп төрге отыратындығы. Сөйтіп Ұлпанның үлкен орданың бәйбішесі боларына көз жеткізеді. Есеней ауруға шалдығады. Ол қарашешектен кейін ауырып көрмеген болатын. Денесі діріл басты, аузына көбіктенген сілекей жинала береді. Ойынан өзінің ұрпақсыз қалып бар жатқаны, олай-бұлай болып кетсе, Ақнардың, яғни Ұлпанның күні қалай болады деген ой маза бермейді. Есеней Ұлпанның әкесі Артықбай батыр сияқты сал болып қалады. Есеней қайтыс болған күні Артықбай батыр да қайтыс болады. Әкесінің өліміне Ұлпан бара алмайды. Есенейдің өліміне анасы несібелі келе алмайды. Есенейдің артынан қалған Ұлпанның осы күнгі қуанышы 10 жастағы Біжікен, Бибіжихан, яғни шынайы аты. Дене бітімі анасына тартқан, ақ жарқын, ақ көңіл, ажарлы бала болатын. Ұлпанның 3 жыл бұрын салдырған 50 балаға арналған медреседе Біжікенде білім алған. Ұлпан қара жамылған, қара ел болған соң үйінен көп шыға бермейді. Есенейдің малы да 2 есе азайған. Ал Сибан руының малы болса, керісінше 10 есеге көбейген болатын. Есеней төсек тартып жатқанда 4 жасқа дейін Біжікен әкесін көрген жоқ болатын. Ұлпанның үйіне баласын беруге болыс билердің барлығы қызығады. Керей уақыттан жігіт 30 жыл осы үймен дәмдес болған Тілемістің баласы Торсанды таныстырады. Қазақ денелі, Кавказ көзді жас жігіт Ұлпан үйіне көптен бері дәмдес болып келе жатқан жақын адам. Ол кезде Біжікен 14 жасқа шыққан бала болған еді. Сөйтіп Ұлпан қызымен ақылдаса келе, Торсан Есенейдің үйіне күш күйеу болып кіріп алады. Кешқұрым Біжікен қатты ауырады. Дәрігерлер оның соқыршегі екендігін айтады. Соқыршегі жарылып, таң ата Біжікен қайтыс болады. Жаны алқымға келгенде айтқан соңғы сөзі мынау болатын: Торсан бұзық адам екен. Енді менің денеме соның қолын тигізе көрмеші апа, дейді. Торсан тағы Жәуке деген қызға үйленеді. Торсан өзгереді. Бұрын апа деуші еді, бұл жолы әдейі жатсыратып апай дейтін болды. Ұлпан Торсанды қарғайды. Әй залым, маған көрсеткен қорлығың өз басыңа келсін. Бұл дүниені ол дүниеге кетпейтін Сибаннан көресініңді. Есеней дертке ұшыраған кезде жау қолына түсіп қалса керек болар деп, жоңғар саудагерлерінен аттың құнын беріп у алған болатын.
кездік те, алтын сауыттағы у да содан бері Ұлпанның сандығында жата беретін. Соны Ұлпан алып, жастығының астына қойып, терең ойға кетті. Ит өмірінде қимайтын ешнәрсе қалмады. Біресе кездікке, біресе уға қолын тигізіп жатып, Ұлпан өз байламын жасады. Енді, қымбатты оқушылар, композициялық құрылымы. Яғни оқиғаның басталуы, қарғыстан кейін Есенейдің екі ұлының дүниеден өтуі, Есенейдің жалғыз қалуы. Оқиғаның байланысы Артықбай батырдың үйіне Есенейдің көңілін сұрап баруы, Ұлпанды ұнатуы. Оқиғаның дамуы Есенейдің Ұлпанмен шаңырақ құруы, Біжікеннің дүниеге келуі. Оқиғаның шиеленісуі Есенейдің қайтыс болуы, Біжікеннің Торсанға тұрмысқа шығуы. Оқиғаның шарықтау шегі Біжікеннің қайтыс болуы, Торсанның Жәуке деген қызға үйленуі. Оқиғаның шешімі Торсанның Ұлпанға көрсеткен қорлығы, Ұлпанның у ішіп қайтыс болуы. Яғни, қымбатты оқушылар, бүгін біз сабақта романның композициялық құрылымын білдік, сюжеттік желісін және қысқаша мазмұнын білдік. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет айтамын.